Елімізде жыл сайын жол көлік оқиғаларынан 2000-нан астам адам опат болады. Бұлай қарасаңыз, бұл шағын бір ауылдың бүтіндей тұрғындарының санымен пара-пар. Мақсұт Нәрікбаев университетінің ассистент профессоры, заң ғылымдарының кандидаты Алмас Жұмағали. Мына жол көлік оқиғасына байланысты 2020 жылы интернеттен қарасаңыздар 40 мемлекеттің несі бар, әртүрлі ақпарат көздері отқаны сол. Соның 20-сын ғана алдым енді. Сосын 100 мың адамға қанша адамның қайтыс болуы деген жаңағы деректер анализ жасадым өзімше. Сол 100 мың адамның енді әр мемлекеттің өзінің тұрғылықты саны бар. Енді қараңыз, біз екінші орында тұрмыз және 20 жылы ең төменгі болған уақыт. Және дұрыстап қарасаңыздар, баяғы 90 жылдардан бастап 97 жылы 3 мыңнан асайды. Одан кейін 2000 жылдар 2,5 мың, одан кейін барып қазір қайттан былтыр мысалға 2425 адам қайтты. Сіздің сандарыңызды нақтылап кетейінші. Бағанадан бері Ерғанат мырза да айтып жатыр ғой. Қаза болғандардың саны 2019-да 2400 болды. 2020-да сіз айтып жатқан пандемияның кезінде 2000 болды. Содан кейін 21-де қайтадан көтерілді, 2200 болды. 2019-да сіздердің біліктеріңізде 2405, 2018-де 1463, 2020-да 1997. 1997-2020-да. 2270, 2425 былтырғы жылы. Енді осыны былай қарасаңыздар, алдында тұрмыз біз. Мына Грузиядан кейін. Грузия 12 адам, әр 100 мың адамның 12 адам өліп отырады. Оның 4 миллионға жетпейтін халқы бар. Одан кейін біз, Қазақстан, Армения, 3 миллион халқы бар. Одан кейін барып Ресей, 147 миллион халқы бар. Мемлекеттердің арасында жүргізіңіз ғой? Біз алдыңғы мемлекеттер ең төменгі жылда алып тұрмыз. 1997 адам өлген, 20 жылда алып тұрмын. Ал енді қараңыз, ең соңғы орындарда Норвегия 2 адам, әр 100 мың адамның 2 адамы қайтыс болады. Онда 6 миллионға тақау халқы қалды. Ұлыбритания 3 адам, әр 100 мың халыққа 67 миллион халқы бар. Одан басқалар. Демек жаңағы жыл сайын төмендеп бара жатыр, тағы басқа дегеніміз біздің статистика болуы мүмкін жай. Ал негізінде шын мәнінде қарасаңыз, біз соғыстан көп халық жоғалтып жатырмыз, дұрыстап қарасаңыз. Рахмет, қымбат спикерлер. Біз жолға шыққан кезде тез келдің бе деп бізден ешкім сұрамайды, аман жеттің бе дейді. Сондықтан да аман жүрейік. Жол қателікті кешірмейді. Эфир тізгінін ұстаған Ерғанат Көпжасар, көп жасайық, сау болыңыздар.